Ассалаумағалейкум достар, халдеріңіз қалай? Жағдайларыңыз, еш балашыларыңыз аман ба? Мен сол Қазақ автоэлектригі, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, мен сіздерге пайдалы кеңес түсіруден шаршамайын. Сіздер өздеріңізге сохранить етіп, адамдарға жіберіп, лайкавайт етіп, кайфавайт етіп, комментарияға сұрақ қоюдан шаршамаңыздар. Ендеше, Volkswagen Passat'тың білетіндер бобинасы с коммутатормен бірге бобина, бірге тұрады астында. Осы жанып кете береді. Китайский саласыз өртеніп кете береді. Қазір Будада қалмады оригинал. Өйткені ескі көлік. Сондықтан новый аласыз, шаршайсыз. Одан шаршамайтын бір әдістері бар. Әрине бұрыннан жасалған. Мен сіздерге нақтырақ көрсетейін. Алады, коммутаторын бөлек алып салады. Бәрі бір апта, бір ай әрі кетсе. Достар, оны Жигули автокөлігінің коммутаторын осылай жалғауға болады. Көрдіңіздер ме? Достар, қараңыздар. Әп-әдемі. Мұна фукет бір жаққа қоясыз. Жанып кетсе штекерін аласыз, коммутатор асасыз. Өйткені бұның бобинасы күйе бермейді. Көбіне көп. Мұна коммутатор кетіп қалады. Ендеше тыңдап алыңыздар, достар. И лайк басып, маған тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Так, достар, мінекей. Бұда бірден бастап 7-ге дейін цифр бар. 7-те провод жоқ. Бірақ бізге тек қана керегі 4-еу. Бұл жақта 3 контакты. Бұл жақтан бізге керегі 4-еу. Сіздер тыңдай беріңіздер. Мен қағаз арқылы сіздерге схемасын көрсетемін. Достар, қарап отырсақ, бұда да цифр бар. 1, 2, 3. Енді мен сіздерге айтып кетейін. 1-де, достар, массы болады. 3-те импульс болады. Ой, кешіріңіздер, мен шаттым. 1-де массы болады. Минус аккумулятордың деп айтайын да, былай айтқанда. 2-де импульс болады. 3-те плюс болады. Бұда. Енді тыңдаймыз, достар. Бұда 1-де шығушы импульс болады. 2-де минус болады. 3 керек емес, 4-те плюс болады. Так, 5-те керек емес, 6-да кіруші импульс болады. Импульс, мысал үшін, жасыл арқылы мынаған кіретті көбейтіліп, қоңыр арқылы бірге беріледі, достар. Енді сіздер қағазға көрсетіп, схемасын түсіндіретін болам. Лайкавайт етіп, кайфавайт етуді ұмытпаңыздар, комментарияда жазуды, бұл видеоны таратудыңыздар. Сізге пайдасы тимесе де, сіздің дос, бауыр, ағайын, туыстарыңызға пайдасы тиюі мүмкін. Достар, мінеге қарап отырсаңыздар, Жигулидің коммутаторында 1-ден 7-ге дейін цифр бар. Штекер да, былай айтқанда. Міне, Passat'тың коммутаторында 1-ден 3-ге дейін бар. Сыртында 1, 2, 3, ішінде де 1, 2, 3, 0 пайда болады. Бұл 0 не дейсіздер ғой, мысал үшін, сіздерге түсіндіре кетейін. Мынандай коммутаторда, мысал үшін, 2 аяқ бар. Түсіңіздер ме? Сол мына 3 пен плюс 1-ге болады. Енді, мысал үшін, мынада плюс, минус, импульс қой. 3-ші аяқ жоқ болады, ол 3-ші аяқ ішіндегі схемамен, мысал үшін, мына аяққа барады да, мынаған бару үшін. Түсіндір ме, достар? Ол мені кіруші импульс. Соны түсіндіре кетейін деп жатырмын. Енді ары қарай тыңдаймыз, достар. Мысал үшін, әдейі мен сіздерде Жигулидің коммутаторында келетін проводтың цветтерін жазып кеттім, сіздерге түсінікті болу үшін. Осыны өздеріңізге сохранить етіп, жалғап алсаңыздар болады. Ендеше, достар, мен сіздерге жақсы пайдасы тиіп қалатын видео түсіруден шаршамайын. Ал сіздер тыңдап, комментария жазып, лайкавайт етіп, осы видеоны адамдар көру үшін таратып отырыңыздар. Әрдайым сіздерді көліктеріңіз далада қалдырмасын. Алланың ағнар жаусын, аман болыңыздар. Келесі видео күтіңдер.